Нанопластик енді бұлттардың ішінде жүр, әрі ол жаңбырдың қай жерде жауатынына әсер ете бастады. 2024 жылғы зерттеулер микро және нанопластик бөлшектерінің атмосферада бар екенін және конденсация ядросы ретінде жұмыс істейтінін көрсетті. Бұл нені білдіреді? Қарапайым тілмен айтқанда, ауадағы ылғал осы бөлшектердің айналасына жиналып, жаңбыр тамшыларына немесе мұз кристалдарына айналады. Бұл енді жауын-шашынның қай жерде, қашан және қандай күшпен түсетініне әсер етіп жатыр. Ірі бұршақ, құрғақшылықтан кейінгі нөсер жауындар, болжауға қиын ауа райы аномалиялары. Мұның бәріне тек климаттың өзгеру ғана емес, атмосферадағы микропластик те ықпал етуі мүмкін. Ең алаңдатарлығы, бұл фактор қазіргі климаттық модельдердің көбінде мүлдем ескерілмейді. Демек, біз пластиктің ауа райы мен климатқа әсерінің нақты ауқымын әлі толық түсінбей отырмыз деген сөз. Қазір мен атмосфера туралы айттым. Ал микропластиктің мұхитқа және теңіз ағындарына қалай әсер ететіні туралы келесі видеодан айтып беремін. Міндетті түрде көріңіз.